5 пен 27 таласып келе жатыр бізде. 5 пен 27 таласып келе жатыр бізде. 5 пен 27. Ақбақай бізде. Ақбақай мен Қарағыз. Ақбақай мен Қарағыз керемет таласып келе жатыр. Бұл анау кезіндегі түскен Ақбақай емес пе бірге? Ақбақай мен Қарағыз. Ақбақай, Қарағыз. Ақбақай, Қарағыз. Ақбақайдағы жакейіміз керемет қазақтың оюымен нақышталған форма киіп алған. Қарасаңыз міне назар аударсаңыз. Жоқ, Ақбақай ілеспейді Қарағызға. 3-ші 4-ші жатқан тұлпарымыз бұлар. Мынау міне Ақбақай мен Қарағыз келе жатыр. Қарағыз еркін ғой жаңа. 3-ші бізде 4-ші келе жатқан тұлпарымыз Шалқұйрық пен Енат тұлпарымыз Қырғызбай Нұрым мен Сапарғали Сәтбаев ағамыздың тұлпары. 3-ші 4-ші жатқан тұлпарымыз. Ақбақай, Қарағыз. Ал көрейік. Міне Қарағыз жеке дара кетті. Қарағыз жеткізер емес, желмен бірге жүйткіп келе жатқан қарасаңызшы мен Қарағыздың. Керемет. Не деген шабыс. Қарағыз жеке дара. Қырғызстан мемлекеті. Қарағыздың шабандозы деген бұндай сауатты шабандоз енді аз. Өтте сауатты шабандоз. Бастан бастап қадағалап отырмыз ғой. Қандай керемет мына. Не деген ақылды бала. Қарағыз ешқандай талассыз бұрылды. Қарағыз 500-ке. Ерлан артын күтейік. Құрметті көрермендер, артын күтейік. Қарағыз. Бұл Ерлан Байбатырұлының аруағының ризашылығы. Қарағыз. Жеке-дара келді Қарағыз. Көзге... мықты деу керек. Көзге жас ұялатады екен мына сәт бір. Қарағыз. Қырғызстан. Жеке-дара келді Қарағыз. Керемет. Мықты деу керек. Көрші мемлекет, Қырғызстан мемлекетін құттықтаймыз шын жүректен. Бүгінгі Ерлан Байбатыр ағамыздың 60 жылдығына ұйымдастырған мерейтойда Қарағыз бірінші болып келді. Қарағызға төтеп бере білген біздегі 27-ші нөмірдегі тұлпарымыз қателеспесем. Ақбақай бізде. Ақбақай. Бұлғынып Мерқаттың тұлпары Ақбақай. 2-ші орын. Керемет.